Эноки саңырауқұлақтарын дайындау үшін ең бірінші соусын дайындап аламыз. Соевый соус, чеснок, томат пастасы және суды қосып жақсылап араластырып аламыз. Келесі эноки саңырауқұлақтарымызды алдын ала жуамыз да, осылай тамыр жағын кесіп алып тастаймыз. Одан кейін осылай барлығын ашамыз, дәл видеодағындай етіп. Енді қызып тұрған майда екі жағын где-то бір 2 минуттан қызартқанша қуырып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, екінші жағы қызарды деген кезде аударамыз да, енді осы эноки саңырауқұлақтарымыздың үстіне жаңағы соусымызды құямыз. Және үстіне шамалы тағы да су қосып жібереміз. Осылай бетін ашып, бір 5 минуттай жаңағындай баяу отта пісіріп аламыз. Дамы ерекше дәмді болып шығады. Үй жағдайында оп-оңай дайындай аласыздар. Жанына күрішті қосып, өздеріңізге ұнайтын кез келген гарнирді қосып ұсынсаңыздар болады. Етпен де дайындауға болады. Етпен дайындаған кезде, етіңіз пісіп қалған кезде 5 минут қалғанда қосу керек.